Сәлем достар, қалайсыңдар? Бүгін генеральный уборкаға қатты желанием ашылып тұр ғой. Сонымен бір қарасам, енем келіп тұр. Бүгін кешкі тамаққа өз қолыңмен қамыр илеп бешбармақ пісір деді. Как есть дедім. Сонымен генеральный уборкам бір қалатын болды, ертең тазалайтын болдым да деп жыладым. Сонымен ай жарайды дедім да, сонымен етімді алдым да суға салып тастадым. Көкөністерімді тез аштым да оларды суға салдым. Біреулеп мына лауық пияздам салдым. Енемнің көргенін істедім. Сонымен крышкамды алдым да жаптым. Негізі достар, осы тамақты бешбармақты мен бірінші рет асып жатырмын, сенесіңдер ма? 10 жыл тұрмыста болсам да енем асатын еді. Енемнің любимый тамағы болғандықтан маған доверять етпейтін. Сол үшін өзім пісірдім бүгін. Сонымен қамырымды 3 жұмыртқа қосайыншы, постоянно былжырап кетеді деп 3 жұмыртқа қостым. Әйтеуір жақсылап илегендей болдым. Сол жауып қойдым бәрін дайындап. Сонымен сорпамдағы бір кезде қарасам қайнапты. Көбіктерін жақсылап алдым. Ситамен әйтеуір енем пісіргенін. Сонда да енем кіріп тұрды кухняма тексеріп, Махира қалай болып жатыр? Нормально ма деп келіп тұр. Я, бәрі жақсы, білем ғой деп қоям. Сонымен сонда да енем келіп крышкасын ашып қарайды тамағыма. Сонымен қамырым дайын. Осылай қып әдемі қып жуалап Қазақстанның картасы болып қалмасын дедім да, сонымен әдемілеп круг шығарайын, сонымен әдемілеп неғылайын деп. Ең жақсы көретінім бешбармақта менің осы тұздық қой. Тұздықты алдым да әстен отқа қойып қайнатып жібердім. Мә достар, күшті қып қайнап жатыр, дәмін да көрдім, тұзы да күшті. Қамырымды жаяйын енді. Мен қамырымды үлкейтсем, осылай бірінші қолыммен басып үлкейтіп алам. Сендер қалай қыласыңдар достар? Мен сияқты қолыңдарыңмен үлкейтіп аласыңдар ма? Я оқтауын алып үлкейтесіңдер ма? Комментарияға жазып кетіңдерші достар. Менікі дұрыс па, я сіздердікі дұрыс па? Қазақстан картасы бола ма, я әдемілеп круг бола ма? Менікі когда как? Иногда Қазақстан картасындай қалады, иногда әдемілеп круг шығарам. Сонымен қолыммен иледім, қамырымды жайдым. 1,5 зуала шықты достар. Сонымен кешті батыпты. Сонымен алдымда қызымды мектептен алып қайтуым керек еді. Сонымен барып қамырымды жайып қояйын, сосын барып қайтайын деп. Міне осылай қып әдемілеп жайып кестімде кеттім қызыма. Күйеуімнің алдында курткасын кидім, аяғыма әдемі галошымды киіп алдым. Сонымен бір қарасам, қызым өзі келе жатыр екен. Уф дедім, болмаса мынандай киініп алған түрімді қараңдаршы. Жаным дейді, өзім келе жатыр екен менің қызым. Сонымен үйге тез бардық та етімді алдым, сорпамнан шығардым. Еттерім де жұмсақ болып піскен екен достар. Бірақ мен бір ноғылдым, сәбізімді кейіннен салдым ғой достар, ұмытып кетіппін ғой. Бірақ сәбізімді пісіруге үлгердім. Бәрі жақсы болды. Сонымен алдым, әдемілеп кескен қамырларымды салып бастадым. Сонымен қамырларымда пісіп жатыр, әдемілеп араластырып пісірдім. Қамырым тірі болып күшті болыпты. Енем қатты мақтады менің бешбармағымды, дәмді болыпты деп. 2 күн жедік қой бешбармағымды. Міне менің бешбармағым. Осындай тамақ тұрғанда менің үлкен қызым жұмыртқа қуырып берші дейді. Сендерде де сондай бала бар ма? Пока.